Бәріне сәлем, сіздермен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге сіздердің көптен күткен сұрауларыңыз бойынша түсірілген әрине Telegram бойынша ақша табу деген видео түсіретін боламын. Арнада бір апта бойы видео болмады, сол себепті айбетпеңіздер, мен бір қолдарым тимейді. Ал енді бізге ең бірінші ақша табу үшін Telegram керек болды. Бұл Telegramда 18 жастан асқан адамдарға арналған, соң кез келген тақырыпта тапсырмалар болуы мүмкін. Ал енді тапсырмамызды орындайық. Мәні бот Сибонус деген осындай бот, осыдан ақша тауып алады. Міне участвовать в разыгрыше деген басасын. Міндетті түрде менің Telegram каналыма кіріп кетіңіздер. Сол жерде мен нақты түсіндіремін. Басында сіздерде участвовать в разыгрыше дегенде старт деген тұрады. Соны басып осылай басатын боласыздар. Міне, ал енді маған 30 секунд дейді. Призи и шанс дегенде сіз көп орындай беріңіз, сол кезде шанс болады. Ал мынау сіздің рефералыңыз, сол ссылка арқылы адамды тартуға болады. Мені керемет деп осындай бот, осыдан ақша табуға болады. Ал енді қалай ақша табады деп ойласаңыздар, қазір мен видеода түсіндіріп кететін боламын. Міне енді бізге тапсырма келу керек. Оған мен келгенше қипсайтын боламын. Сіздерді тез өтетін болады. Ал міне осындай тапсырма келді. Міне маған Google.ru-ды аш дейді. Google.ru-ды ашқан соң маған Trash.com, Sitcom дегенде Google.ru-ға істесе болады. Онда не тартуға керек емес. Кейде Яндексті аш дейді. Біз бірінші Chromeға кіріп Google.ru деп жазатын боламыз. Міне Google.ru деп ашқан кезде бағанағы сөз жазатын боламыз. Міндетті түрде біздің Telegram каналымызға кіріп кетіңіздер. Сол жерде егер түсінбеген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Әрине абсолют бөліміне мен өйстіп жаза беретін боламыз. Сіздерде оп-оңай әртүрлі тапсырмалар, осындай тапсырмалар келеді. Біресі Google.ru, Google.kz, немесе Яндекс.ру, немесе Яндекс.kz-тен келеді. Міне осындай тартпай-ақ Chrome'да скриншот жасаймызды ботқа жіберетін боламыз. Осы жазған екен ашқан соң, соны скриншотын жіберетін боламыз. Міне скриншот барады. Енді 10 секунд бізде күту тура келеді. Сол кезде ашады. Енді соңына дейін көріңіздер, сол кезде мен нақты түсіндіріп өтетін боламын. Ал енді міне бізге Finance.com деген сайтты аш дейді. Ал енді біз осы сайтты ашатын боламыз. Міне қазір яқтан бүйтіп сайттарды іздейміз. Бірақ басқа сайттар бар екен. Әртүрлі қазір міне іздеп жатырмыз. Айтпақшы, қанша 1000 адам орындайды, по-моему. Соның 200 адам ұтыс ретінде таңдап алады. Сіздер не орындай беріңіздер. Мен 2 апта орындадым, сөйтіп маған табыс шықты. Айтпақшы, мен де бағана финанс көп дегенді таппадым. Ол кейде сөйтіп тапсырмалар шықпай қалады. Ой, енді бүйтіп астында іздей бересің ғой, бірақ оны мен таппай уақыт оздырмайын дедім де, сөйтіп новый заданияны баса салдым. Ал енді маған Яндекс.ру-ды аш дейді. Яндекс.ру-ды ашамын. Ал енді қазір жазатын боламын. Мен просто табуға болатын еді, бірақ мен өзім уақытымды видео түсіріп атқан соң көп кетірмейін дедім де. Ал енді бағана жазайын. Мені өздері сөйтіп дайын тұрады. Рака простатива израильтиді басамыз, сөйтіп тағы скриншот жасаймыз да ботқа жіберетін боламыз. Тапсырманы дұрыс орындамаса, бот тапсырманы қабылдамауы мүмкін. Сол себепті барынша дұрыс орындайық. Осылай мен көрсеткендей, немесе мен Telegram каналымда үнемі түсіндіріп отыратын боламын. Міне осы айтатын төбесіндегі сайт тұрды, соны енді нақтан іздеп жатырмыз. Сайтты көрдіңіздер ме білмеймін. Ал енді біз оны іздеп жатырмыз. Егер таппасаңыз, показать еще деген анау тұрғанды бассаңыздар болады. Міне показать еще. Сол жерде де толықтап шығып отырады. Міне, ал енді кәс. Айтпақшы, біз шықпаған соң Ущелов деген сайттың бір басшағын жаза салдық, енді ешнәрсе етпес. Міне оның өзі шықпады. Егер шықпай кетсе, басшағын жазып қойсаңыздар болады. Міне скриншот жасаймыз да, ал енді ботқа жіберетін боламыз. Ал енді скриншот жібердік, сайтты ашпаймыз. Ал енді сайтты ашып скриншот жасайтын боламыз. Біз бағана сайтты ашпауымыз керек, әшін сыртына өсіп скриншот жасаймыз да. Ал енді ішіне кіргеніңізде қайтадан скриншот жасап жібереміз. Сәл бүйтіп жүресіздер да, скриншот жасайсыз. Ал енді жібереміз. Ал енді
Қанша секунд күт дейді. Міне 50 секунд күту керек, сіздер күтесіздер. Ол 50 секунд демде өтіп кететін нәрсе ғой. Сондықтан кейбіреуіне 300 секунд деу мүмкін, кейбіреуіне әртүрлі секундтар айту мүмкін. Жарайды, бұл ботта 200 рубльден 75 рубль аралығында ұтуға болады. Мен өзім 2 телефонмен орындаймын. Екеуінен де біреу ұттым. Біреуінен ең көп 200 рубль ұттым, біреуінен аз орындаймын, одан 75 рубль ұттым десе де болады. Мен өйстіп кивиге шығарбасақ та болады. Кивиге шығарудың ең оңай жолының бірі. Міне қазір 20 секунд қалды. Өйстіп біз ашпаймыз, өйстіп орындай береміз. Әшейін 5 минут тамақ ішіп жатқан кезде де орындауға болады. Әр нәрсе орындауға болады. Міне 6 секунд қалды осы біздің әңгімемізде. Қазір 3 секунд, 2 секунд, 1 секунд. Айтпақшы достар, біздің каналға тіркеліп кетеді. Мені 90% адам каналыма жазылмай көреді екен. Жарайды, біз ортасына дейін апарып скриншот жасаймыз. Кез келген разделде, яғни кез келген бөлікте осындай ортасына дейін апарып скриншот жасасақ болады. Міне скриншот жасадық. Ал енді ботқа жібереміз. Кейбіреу до конца апар дейді, кейбіреу ортасына дейін апар дейді. Міне енді біздің бот тапсырмамызды модернизацияға орындайды. Міне біздің шансымыз бірге көбейді. Егер сен 5 күн орындасаң, уже бір орындағанда 6 шанс көбейеді. Міне мен партнерский программам шанс көп болған сайын ұтуға мүмкіндік бар. Ал енді оны ұтқан кезде мысалы осылай шықтырады. Внимание, білмеймін, әрдім орысша нәрсер. Ссылка дегенді басамыз. Открыть деген басамыз. Қазір ашады. Егер ұтсаңыз өйстетін болады. Қазір. Міне, мына жерге осы нөмерін жазасын, сөйтіп соған звондайды. Ой, киви жазасын, сөйтіп соған өзі тіркеген нөмерінде, старт деп басқан кезде тіркелген нөмеріне звондайтын болады. Сөйтіп сол звондағанда ең соңғы звондалған Москвадан звондайды. Сол Москвадан звондағандағы ең соңғы 3 нөмерін жазасын. Сөйтіп сізге бір күн ішінде аударатын болады. Енді бір күн өткенде бірден аудара салмайды, өйткені ол Москвадан аударады. Ал енді бізге лайк басақ. Егер де осы видеоға 50 лайк жинаса, мен Сибонстаннан мықты керемет бір тапсырма орындайтын сайтты үйретіп боламын. Одан енді ондай ұту мүмкіндігіне мысалында арасында адамдар ұтады. Мысалы, сен мысалы үнемі ондайтын болсаң, бір айда 4-5 рет ұтуына шансым. Вот это поворот! Яғни арасында адамдар таңдап алады, шансына қарай. Что он сказал? Сіз күніне 4-5 задание орындасақ та болады. Ал енді егер осыған 50 лайк жинайтын болсаңыздар, мен күнде ақша табатын керемет сайт үйрететін боламын. Ол сайтта үнемі күніне 50 теңгеден 100 теңге аралығынан табуға болады. Тіпті өзіңіздің орындағаныңызға байланысты одан да көп табуға болады. Сол себепті каналға тіркеліп 50 лайкты басып тұрсақ, егер жібермемашын қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал енді қош сау болыңыз. Just hold me, just hold me. Just hold me, just hold me. Ain't it crazy how life go? How we stuck on this lifeboat? How we swimming and paddling, hoping that we can just get to the right note? Man, this shit can get spiteful. So we turn to a Bible or a rifle, searching and praying for answers when we don't even know where life goes. A little tenderness, they said that what you get is what you get, but I don't know if I believe that shit because you had my heart and then you did me. Yeah, you sliding off of my friends list. You did this shit, you miss it. Do not try to flip it. It's wicked, it's written in stone. Can't take that shit back. Now I'm crying all alone. You made my heart crack. I don't even check my phone. No purple heart, no snaps. Feel like everywhere I go I can't escape. What happened? What's happening? Yeah, 2 times this week I've seen you in my dreams. Don't have a place to go where I can try to find